Ассаламу алейкум, Қарақалпақстан, қайырлы таң қадірданлар. Ассаламу алейкум, ана отанымыздың ағла адамлары. Міне және әжайып таң атты жаңа күн басланды. Бүгінгі басланып атырған жаңа күн сіз күткеннен де зияда болсын дейміз. Кеуліңізде түйген ең жақсы тілектеріңіз әмелге ассын. Сәрсенбінің сәтілі күнінде әжайып таңда біз сізбенен бүгін басылаушылар студияда кәсіплесім Гүзада Өтенязова һәм мен Наурыз Башбаев алдағы бір сағатта сізбенен біргеміз. Көрсетуіміздің бүгінгі саны арқалы да сіздің кеуіл кипиятыңызды аз да болса да көтере алсақ, біз бұнан бақытлы боламыз. Өнерленің қолы алтын деген әжайып гәп бар халқымызда. Гүлзада, өнері бар инсан еш уақытта қор болмайды. Бұл әйне бүгін үшін тауып айтылған әйне хақиқат гәплер деп ойлаймыз. Өйткені өнері арқасында бүгін жетіскенлікке ерісіп, табыстарға ерісіп атырған замандастарымыз арамызда көпшілікті құрайды. Әттегі сол нұрани жасы үлкен апаларымыз да, аталарымыз да осындай мирасларды әулетларға давам еттіруде бір жақсы жұмыстарды алып бармақта. Қазіргі сюжетімізде сөз етілетін апамыз қара үй оның дәскелері, ондағы барлық безену бұйымдарын өзінің қолыменен жаратып, инсаниятқа, біздің халқымызға, миллетімізге жақсы сезімлерді, жақсы қызметін ұсынып атырған апаларымыздан. Мархабат, олай болса, демек біргелікте тамашалаймыз. Өнерді үйренде жирен дейді дана халқымыз. Өнермен Бибсара Хунназарова кемпір апасынан өнер сырларын кішкене қалбіменен ұғып, жыллар өтіп оны жетілістіріп, әзіргі уақытта көпшілік жастардың ұстазына айланды. 70 жастан асқан Нұрани апамыздың Қарақалпақ өнеріне деген мехірі айрықша. Өзім кішкене балалығымнан кемпір апам менің осы шебер болып, қары үйдің бұйымларын, ішкі безену, сыртқы безену құрларын тоқыған. Мысалға айтсам, басқұр, ақ басқұр, қызыл басқұр, белдеу, ызба, дізбе бұларды тоқып отыратын еді. Мен уақытта жүда кішкене оқушы қыз едім. Кемпір апам мені үйретіп, өзінің қасына шақырып, өнерлі адам қор болмайды, ертеңгі күні саған керек болады. Бұл Қарақалпақ халқының ең бір мақтанышлы шеберлігінің бірі деп мені кішкене уағымнан, балалығымнан сіңдіріп барды. Сол сөзден ұрықланып, мен оны өзім мектеп бітіремін дегенше үйреніп алдым. Реңлерде жылуаланған нақсылар бәрі оның көз алдында еді. Қарақалпақ халқының тарихы менен байланысып кеткен өнер бүгінгі әулетлар үшін мирас саналады. Мен осы жұмысты бастаған уағымызда өнермендерге онша етібар жоқ еді. Бір тоқса тоқып атырыпты да деп, ешкім қызықсынбайтұғын еді. Бүгінгі күнде өнермендерге деген етібар жүда күшейді. Біз өнермендерге деген жәрдем күшейді. Біз өнермендерге шәкіртлер көбейді, қызықты жастарымыз. Бұл да біздер үшін үлкен бір біз аналарға аналық бақытының несіп еткені деп ойлаймын. Жұрт басшымыздың біздерге қаратқан етібары жүдайым зор. Не істеймен десең, үкімет таманынан жәрдем беріліп атырыпты. Әсіресе өнермендерді жүда қоллап қуатылап атырыпты. Бұған біз жүда қуанышлымыз, шүкір етеміз. Бір адам өз болған сайын, өз жұмысы рауажланған сайын шүкірлік ету керек. Мен соған сондай халқыма, менің шеберлігімнің ең жайғанына, халқыма көрсетіліп атырған, өзіме көрсетіліп атырған хүрметке жүдайым шүкіршілік етіп, жүда қуанымын. Менің істеген осы минетлерімді есапқа алып, президентіміз дослық орден өз қолыменен тақты, тағып атырып, маған апа, сіздей аналарымыз көбейсін, елге қызмет етіп жүрген апаларымыз көбейсін деп атырып, енді осы минетіңізді еш жаздырмаң, мен сізге жүдем рахмет айтаман, сондай бір ұрқыландырды. Ғарисізлік берген кең имканиятлар барлық тараулар сияқлы өнерменшілікте де жаңа басламаларға жол ашты. Сондықтан да бүгін өнерменділер өзлерінің жұмысларын еркін давам еттірмекте. Олар халқымыздың милли мәдениетін бүткіл дүния еллеріне таныстырмақта. Тек қана қарүйдің баушыларын тоқуменен біргелікте бұл өзімнің өнерменшілігімді кеңейтейін, рауажландырайын деген ниетпенен өз ақылықларыма үйретіп басылап,
бұл жаға тігу нақысын, жеңсіздерге салынған нақысларды, тақияға салған нақысларды мен ақылықларыма үйрете басладым. 2020 жылы маған Марғұлан қаласына барып, тәжірибе алмасу мақсатында инеменен тігіп атырған нақысларымыздың орнына бізбенен тігіп ілме нақыс үйретуді шақырды. Бірақ мен өзім соған қызым менен және ақылығымды жібердім. Содан үйреніп келіп, қазір біздер өздеріміздің ақылығымыз бар, келініміз бар, қызларымыз бар. Солардың хаммесіне өз шаңырағымызда мәлелікті рауажландыру ниетінде мен нақысты үйреніп, қазір тоқып атырмыз. Халқымыздың көп бұйыртпалар бар. Қаридың құрларын тоқуға да, бұл нақысларды тоқуға біздер қазір соңғы уақытлары заманауи жастарымыз құрақ көрпешелерден, құрақ көпшіктерден пайдаланып, бірақ біздер енді сол құрақтың орнына нақыстан шығарып атырмыз. Көрпеше, көпшіктерді істеп атырмыз. Біздерге бұдан бұйыртпалар көбейіп атырыпты. Бипсар апаның әрбір толқуланып айтқан сөзінде өнеріне, шаңырағына, туылған жеріне деген сүйіспеншілікті аңлау мүмкін. Бұл өнергеле давам етеді. Соның үшін нұранилар ешқашан оны үгіт насихатлаудан шаршамауы керек. Бұл жолда күш-жігер тілеп қаламыз. Алыстағы асқар таулар, бірін-бірі көрмек болар, сол үшін да биік олар. Кеуіл-кеуілден су ішер, серле, хай инсан баласы. Адамдыр кеуіл аласы, жамандыр кеуіл аласы. Адамның құяшы, кеуіл-кеуілден су ішер. Әлбетте, хақиқаттан да кеуіл-кеуілден су ішері. Бүгін сол әрбір инсан, әрбір сол еліміздің, халқымыздың инсанларының кеуілінде, қалбінде жылы сезімлері бір-біреуіне болған жақсы тілектер ерте таңнан айтылады. Бүгін де сол елімізде кеңінен белгіленетін күн, яғни 3 декабрь халықаралық майыплар күні. Сол мұнасебетпенен студиямызда меймандарымыз бар. Демек, бүгінгі сәне мұнасебетіменен меймандарымызды бүгін таныстырып өтсек, Өзбекстан Республикасы президенті жанындағы социалдық қорғау милли агентлігі, Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баспасөз хаткері Парахат Қазақбаев, сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы медицина социалдық эксперт комиссиясы басшылығы Аяпберген Сүгірәлиев, Өзбекстан Республикасы майыплар ассоциациясы Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлімі басшылығы Жаббар Нарбаев. Сондай-ақ көрсетуімізге қош кейпият бағышлау үшін Нүкс районы мәдениет бөлімінің қош хавас қосқышыларының бірі Айбек Бахамов, сәзенделер Бақтыбай Дарьябаев, Нүксбай Қаратаев һәм Шамурат Төлегеновлар студиямызда. Ассаламалейкум, мейманлар, студиямызға қош келдіңіздер. Ассаламалейкум, қош келіпсіз. Олай болса, мейманларымызбен сәубетімізді басласақ, сол бүгінгі күнде майыплығы болған инсанлардың құқықтарын тәмелдеуге байланысты сол сұраулар бүгін сізге сұрауларды жолдаймыз. Мархамат, басқарма тарапынан алып барылып отырған еңдәстеп жұмысларға тоқталсақ бұл бағдардағы. Ассаламалейкум. Жаңалаған конституциямызда Өзбекстан социалдық мемлекет деп аталды. Бұның айқын дәлел сипатында президент жанындағы социалдық қорғау милли агентлігінің түзілуі, сондай-ақ қала райондарда инсан социалдық қызметтер орайларын түзуі, бұл сол мен жоғарыда айтқан Өзбекстан социалдық мемлекет сипатындағы айтылған сол конституциядағы бұған толық жауап бере алады деп ойлаймыз. Бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасында 69 мың, яғни 70 мыңға шамалас майыплы болған шақстар тізімге алынған болып, олардың 10 мыңнан артығын демек майыплы болған балалар құрайды. Басқарманың алып бара жатқан тикарғы жұмыстары міне сол тікелей сол біздердің контингентіміз, бұл социал қорғау мұқтаж шақсылар, жалғыз басылар, жалғыз жасаушылар, сондай-ақ майыплы болған шақсар болып есептелінеді. Бүгінгі күнде барлық қала һәм райондарда инсан социал қызметлер орайы жұмысы іске қосылған, сондай-ақ барлық махаллелерде
осы категориядағы шақсылармен шұғылданатын социалдық қызметкер лауазымы штат бірлігі енгізілген болып, қазіргі күнде барлық махаллелерде социалдық қызметкерлер жұмыс алып бармақта. Бүгінгі күнде орай тарапынан, осы орайлар тарапынан 100-ден астам социалдық қызметler бұқараларымызға көрсетіліп отырған болса, бұлардың сол тикарғы сол қызмет көрсеткен контингент сол жоғарыда айтқан майыпты болған шақсылар болып есептелінеді. Осы жылдың өзінде 1300 сол майыпты болған шақсылар біздерде басқарма жанында майыпларда реабилитациялық орайы бар. Сол реабилитация орайында саламатлық тікленуге ерісілген болса, 7.000-нан, демек 7.500-нан астам майыплы болған шақсылар мемлекет тарапынан бейпұл протез, ортопедия үскенелері һәм реабилитациялық техникалық құралдармен тәмінленген. Бұл өнімлер үшін мемлекет қаржы есебінен 10 миллиард сом қаржы ажыратылған. Әмде сондай-ақ майыплы болған шақсыларды банклігін тәмінлеу, оларды кәсіпке бағдарлау, сондай-ақ олардың білім алу үшін шарайытлар жарату бойынша бірқанша жұмыстар әмелге асырылып жатырды. Тикарына сол майыпты болған шақсыларға сол әсіресе мына көшелерді бейімдестіру, егер көріп отырған болсаңыз, барлық қала районларда бір көше социалдық көше сипатына таңдалып алынып, осы көшелер майыпты болған шақсыларымыздың еркін әрекетленуі үшін жаңағы құрылыс жұмыстары алып барылмақта. Инклюзив көшелер, яғни социалдық көше деп айтылады. Ұлыма Қарпақстан Республикасы бойынша бүгінгі күнде барлық көшелердің ұзындығын есептесек, демек 13 километр көше сол майыпты болған шақсыларым үшін бейімдестірілмекте. Сондай ақылы светофорлар орнатылмақта, яғни сол дауысты светофорлар, демек бұл көз азы майыпты болған шақсыларым үшін, демек жаңағы жолдан қауіпсіз өтіп алу үшін ақылы светофорлар орнатылмақта. Әлбетте, елімізде сондай майыплығы болған insanlar үшін жаратылған шариатлар, жәмиетте олардың басқа бұқаралар менен теңдей шариатта өзінің тұрмысынан разы болып жасау үшін істеніп отырған істер. Әлбетте, бүгін көпшілік іс-илажлар алып барылады, байрам илажлары өткеріледі. Ерте таңнан бізде тамаша көйлерімізге келің жақсы кейфиятын әмету үшін біз мәдениет бөлімі қызметкерлерде жақсы бір қосықты тыңлап алсақ, ондан соң және сәуетімізді давам етсек. Мархабат. Endi senden ayrılık ne kişir halim benim. Digir davşım ben kuli batıl bulur yolum benim. Kavmi kardeşim tanımay jat bulur yolum benim. Yekisi kim yilge gelip kaytı bağım benim. Bahaurum gancım gazinem, nav bahaurum közlerim. Eltek bolup öttü ömrüm bir saat davran eken. Yaşlıkta öttüm indi köngül mekan eken. Dünyaga bil bağlağanın akı tübü vayran eken. Nişimin jıl jas alsa hem ahiri erman eken. Jas günüm ötüp kış etti kalb baharım közlerim. Nav bahaurum gancım gazinem, nav bahaurum közlerim. Onun 15'inde gezdim
gazinim nau bahaurun közleri nau bahaurun gancım gazinim nau bahaurun közleri Рахмет, сау болың Ажайып дейміз. атқару болды. Сорында сәубетімізге қайтсақ, мемаларымызға награлығы болған шақсылардың бүгінгі күнде олардың құқыларын қолап қуатлау, еледе құқыларын басқа жәмиетіміздің адамдарымен тең тәминлеу бойынша норматив хижетлерге кіргізілген өзгерішлер бойынша айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, және мәртебе. Хақиқатында да кейінгі жылларда үкіметіміз тарапынан майыплығы болған шақсылардың құқығын тәминлеу, оларды әртараплы қолдап қуатлау, имтиязларынан толық пайдалану, һәм олардың кемсітілуіне жол қоймау мәселелер бойынша қатар норматив құқығы жүйелер қабыл етілді. Олардан айтып өтетін болсақ, 2020 жылғы Өзбекстан Республикасының майыплығы болған шақсылардың құқылары хақындағы низамын айтсақ болады. Һәм де 2021 жылдағы майыплығы болған шақсылардың құқылары хақындағы конвенцияның ратификация қылыну хақындағы низамын айтып өтсек болады. Бұл низамлардың бәрі осы майыплығы болған шақсылардың құқыларын толық тәминлеуге қаратылған. Қала берсе, өзіміздің экспертиза системасына тиесілі болған 2025 жыл 16 сентябрь күнгі қабыл етілген осы майыплықты белгілеу системасын санластыру бойынша норматив хужетлерге қосымша һәм өзгерішлер кірту хақындағы министрлер кабинетінің қарарларын айтып өтсек болады. Енді әйне осы хүжетлерді рәсімелестіруде бұқаралар тарапынан көп ұшырасатығын машқалалар һәм олар сұраулар, оларды шешу жолында қандай шаралар көріледі? Осы ақырға айтып өткен қарарымыз бойынша майыплықты белгілеуді санластыру жолға қойылды. Бұл таза экспертиза модулі деген платформа істеліп шығылды. Алдынлары бұқаралар майыплық белгілеу мәселесі бойынша аймақлық сол врачылық мәслихат комиссияларына мұражат етіп жүрген болса, бұл врачылық мәслихат комиссиясы азыр майыплықты белгілеу мәселесі бойынша сапластырылып, аймақлық өзінің шаңарақ шпакеріне мұражат ету арқалы майыплық белгілеу мәселесі бойынша мұражат ете алады. Және де MyGov.uz сайты арқалы мұражат етсе болады. Һәм жаңа айтып өтірген аймақларда ашылған инсан социалық қызметлер орайының іштімай қадымы дейміз, социалық қызметкері һәм де инсан орайларындағы операторлар арқалы майыплықты белгілеу мәселелер бойынша мұражат ете алады. Бұнда сол аймақлық шпакері сол мұражат еткен бұқараның мұражатіне бола втекке дейміз, текке жоллама рәсмилештіріп береді. Бұның қолайлық шариғатларының бірі және майыплықты белгілеген кезінде мәселен бұқараның денсаулығының жағдайын һәм де оның организм функциясының бұзылуының жағдайларын жаңа платформаға кіргізіледі. Бұл жерде инсан амылын кемейтіру һәм де коррупцияның алдын алу һәм де толық асасылығын тәминлеу мақсатында әмелге асырылған. Сол мәліматлардың бәрін кіртілсе, майыплықтың мүддеті, топары һәм оның себеплері, кейін 18 жасқа шекемгі бұқара болса, оның өзгелер күтіміне мұтаж екенлігі хақындағы құласалар, һәм де протез ортопедия мақсулатлары, һәм реабилитация техник васиталарына мұтажлықтар құласалары автомат рәвіште сәулеленіп шығып келеді. Бұл жерде инсан амылы толық азайған болады. Сол хақиқилығын тәминлеуге қаратылған мәселе бойынша. Демек, бұларда қолай шариғатлар. Үй күтімінде мұтажге көрінуге, ітібарға, қолап қуатлауға мұтаж болған шақсыларға қандай жеңіліктер бар, оларды рухи тарапеме, физикалық тарапеме қолап қуатлау бойынша жәмиетімізде әмелге асырылып жатырған істер бойынша да айтып өтсеңіз. Бүгінгі күнде жоғарыда айттық, инсан социал қызметі орай тарапынан 100-ден астам социал қызметлер көрсетіліп отырған болса, демек, жоғарыда жаңағы сұраумен қосымша сипатында айтып өтпекшімен, яғни қызметлеріміздің көпшілігі сол инсан фактор араласпайды, яғни бұл жерде мен жоғарыда айтқанда коррупция, ямаса басқа нелердің алдын алу, ұнамсыз нелердің жағдайларын алдын алу есептелінеді, һәм де біздердің барлық қызметлеріміз сол республика бойынша 100-ден астам сол базалардан, яғни мәлімет алынады, платформаларға, яғни интеграция қылынған. Енді кейінгі сұрауға келетін болсақ, яғни өзгелер күтіміне мұтаж, яғни үй күтімінде сол шақсыларға қандай демек
бүгінгі күнде мемлекет тарапынан жеңілдіктер бар. Яғни құрметті президентіміздің 171 санды қарар тикарында бүгінгі күнде өзгелер күтіміне мұқтаж шахсларға, яғни белсенді тұрмысқа қадам бағдарламасы бар. Сол бағдарламасы тикарында демек бүгінгі күнде 5 түрлі қызмет көрсетіліп жатырды. Яғни бұнда сол үйде қарап тұру қызметі, медициналық, социалдық реабилитация қызметі, сондай күндізгі күтім қызметлері жолға қойылған. Hamde бұған қосымша сипатында және бір президент қарар тикарында өзгелер күтіміне сол мұқтаж балалар бар, яғни сол балалар үшін, майыпталған балалар үшін бүгінде күндізгі күтім қызметлері жолға қойылған. Бұнда тикарына сол 3-18 жас аралығындағы майыпталған балалар үшін бұл қызмет жолға қойылған болып, hamde бұл жаңағы мемлекеттік шеркілік тикарындағы мектеп шен білім беру мекемелері арасында түзілетін шарттама тикарында қызмет көрсетіледі. Яғни бұнда сол әрбір яғни сол жаңағы бала үшін базалық есепталып мөлшерінің 25% hamde 27% мөлшерінде оларға субсидия ажыратылады. Бүгінгі күнде Қазақстан Республикасы бойынша сол қызметлер күндізгі күтім қызметі жолға қойған, яғни 40-тан астам күндізгі күтім қызметлері жолға қойылған. Бұнда тикарға мақсат білеміз, майыпталған балаға ямаса майыпталған шахсқа бір адам үйде қараушы болады. Яғни демек оның соған зарur қарауға. Яғни біз бұл қарардың, яғни бұл күтімлердің қызметтің тикарға мақсаты сол баланы сол жаңағы күндізгі күтім қызметіне қамтып алу арқылы оның қараушысы, яғни көп жағдайда, яғни балаға анасы қарайды, анасын, яғни ол анасы енді жұмыс істеуге болады, ямаса өзінің басқа да өзінің зарur жұмыстарын істеуіне шарайат жарату болып есептелінеді. Бұнда тикарына сол аялды жұмысқа жайластыру болып есептелінеді. Ақиқатында да инсанның жақын адамы, оған имканияты шекленген жақын инсанына қарауы көбірек рухи тараптан ауыр кешеді екен. Соңында егер оған қараушы мейірбике қойылатын болса, оның бұл кешірмелері аңсатылау кешеді екен. Бұл рухи тараптан, алла тараптан тасдиқланған білімдер. Жақсы. Енді майыптылығы болған шахсларды жәмиетке еледе бір араластыру, олардың басқа бұқаралармен теңдей сол жәмиеттің белсенді ағзасы сипатында сол тұрмыс кешіру үшін ең тек арасы олардың бәнділігін тәмінлеу мәселесі. Енді олардың сол имканиятынан келіп шығып, бәнділігін тәмінлеу бағдарында істеніп отырған жұмыстарға да тоқталсақ. Өткен жылы құрметті президентіміз тарапынан сол майыпталып болған шахслардың бәнділігін тәмінлеу бойынша, яғни видеоселектор өткеріліп, hamde bundan кейін президент қарар шықты, яғни 405 санды қарардың тикарында сол майыпталып болған шахслардың бәнділігін тәмінлеуге тікелей соған қаратылған. Hamde алдынлары бұл жаңағы жұмыс істеуге, жаңағы жұмыс істеу ниетінде болған, яғни жұмыс істеуге бейім майыпталып болған шахслардың ешқандай тізімі қалыптастырылған болса, міне сол қарар тикарында олардың өз алдына, яғни реестр жүргізілетін болды, яғни майыпталып болған шахсларды жұмыс істеу қабілеті, яғни жұмыс істеу ниетінде болған майыпталып болған шахслардың реестр жүргізілетін болды. Hamde оған қосымша сипатында жұмыс беруші ісперменлердің де өз алдына платформа жаратылды. Яғни бұл ісперменлер сол платформада, яғни өздерінің сол бос жұмыс орындарын сол платформа жайластырып, һәм сол платформа арқылы олар жаңағы майыпталып болған шахсларды өздеріне жұмысқа алу имканият жаратылды. Hamde ісперменлер үшін бір қанша осы қарар тикарында жеңілдіктер жаратылған. Яғни егер де бір іспермен майыпталып болған шахсты жұмысқа алып, егер соған өзінің сол мекемесін бейімдестіретін болса, оған 50 миллион сомға шейін мемлекет тарапынан субсидия ажырату енгізілген. Сондай-ақ бірінші һәм екінші топар майыпталып болған шахсларды, яғни сөйлеуінде жаңағы кемшілігі болған бұқараларды жұмыспен тәмінлеген ісперменлер үшін сурдо аудармашы қызметлерін жолға қойса, оғаным мемлекет тарапынан субсидия ажырату енгізілген. Ұлыма бір іспермен 500 миллион сомға шейін, егер майыпталып болған шахслар жұмысқа алса, 500 миллион сомға шейін субсидия алу имканияты жаратылған. Hamde осы тикарында Қазақстан Республикасы бойынша осы қарар тикарында 6600 бұқара бүгінгі жылдың өзінде майыпталып болған шахслар, яғни жұмыспен тәмінленуге ерсілді. Hamde ісперменлеріміз үшін бұл ажайып имканият, себебі бұл жаңа жоғарыда айтқандай, әрбір алған сол жаңағы майыпталып болған шахсты әр бәнділігін тәмінлеген іспермен үшін субсидия мөлшері демек асып бара береді. Сондай-ақ оларға сол жеңілдетілген кредиттер беруде сол қарар тикарында айтып өтілген.
Ажайып. Жақсы жауап болды. Осы орында айтып өткім келеді. Дүние жүзіне белгілі болған оратор адам бар. Ник Вуйчич деген. Ол сол майып болуына қарамастан бүткіл дүнияның ітібарына еріскен адам. Ол айтқан еді, қол аяғым жоқ денемде, бірақ жүрегімде шексіз білім, шексіз имканият бар деген еді. Бұл бекарға айтылмаған, негізінде имканияты жасырынған деп айтқым келеді. Имканияты жасырынған адамлар өзгеше бір философиялық білімге, көзқарасқа ие болады. Олар хаттегі қосықты да өзгеше таңлайды. Қосықлардың апуайы бір түрлерін, мәнісіз түрлерін ести бермейді. Тәсірлі болған, философиялық мазмұнға ие болған қосықларды естеді. Сонында біздер мәдениет бөлімінен келген мемаларымызбен де сәубетлессек, репертуарыңызда бүгінгі күнде қандай мазмұндағы қосықлар бар? Кейінгі жаңалықтар хақында айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум. Со репертуар хақында айтатын болсақ, аналар хақында, одан басқа ватан хақында қосықларым бар. Со мәдениет бөлімінің бірге істесіп атқан ағаларымызбен бірге ойласып, әрқилы қосықларды айтып, жаңағы неге концертлерге шығып, одан конкурс таңлаулар бар, соларға шығып, бірге келмектеміз. Олай болса, және бір мәрте сіздерден өтініш етеміз, халқымызға жақсы бір қосылыңыздан інәм етсеңіз. Жігіт көрсең мәжнүн талғау сүйенген, сенде жаслық күллеуріңді ұмытпа. Күте-күте серігуді білмеген, босқа кеткен тілеуріңді ұмытпа. Bosqa ketgan
Рахмет, туылып Ажайып өскен атқару. маканыңды ұмытпа. Әлбетте, сондай халқымыздың бейбақа, дүрданалары, мираслары, сахра бүлбүлі атанған Хошауаз халқымыздың перзенті Даутбай Қайыптың репертуарынан сондай әжайып қосылар ерте таңнан біздің тамаша көйлеріміздің кеуіліне де зауық бағышлаған болса тәжіп емес. Ауазыңыз еледе бәлеңкілей берсін, ал біз болса сәубетімізді давам етсек. Сорына Жаббараға сізбен сәубетімізді баслап алсақ, ассоциацияның бүгінгі күнде Қарақастан Республикасындағы мақсеті, һәм сондай-ақ кейінгі уақытта әмелге асырылып жатырған жұмыслар бойынша өзіңіз түсінік беріп өтсеңіз. Майыплар ассоциациясының негізгі вазифаларынан, мәселен, майыплы онсақшылардың құқықтарын қорғау, инклюзив жәмиетті ырауызландыруға көмектесу, майыплы онсақшылар білім алуына, бәлтігін тәмінлеуге, денсаулығын тіклеуге қаратылған тең имканиятларды жаратуға қаратылған. Қазір майыплар ассоциациясының алып барып жатқан жұмыслары бойынша айтатын болсақ, майыплар ассоциациясы әзіргі уақытқа дейін 15-ге жақын грант жойбары жеңімпазы болған, халықаралық фондтардан, мақали фондтардың есебінен қаржыландырылған. Сондай-ақ сырт елдерде қызмет сапарында болдық. Дубай қаласында, Истанбул қаласында болып өткен форум, семинар тренингілерге қатынастық. Осы жылы Али Мәжіліс жанындағы жәмиеттік фонд тарапынан 2 грант жойбар жеңімпазы болдық. Көзел районында 40-шы салы мақала пікірлер жиыны бар. Сол мақала пікірлер жиынындағы 10 көшеге түнгі жақтыландыру шырақларын орнатып бердік. Бұндағы мақсат сол майыплы онсақшы түнгі уақытларда қауіпсіз әрекетленуіне имканият жаратудан ibarat. Сондай-ақ Тақтакөпір районында Өзбекстан мақала пікірлер жиындағы майыплы он пікіраның үйін тәмірлеуге жәрдем бердік. Ол грант теканда ол пікірамыздың үйінің төбесін шипырлап, заманауи айна, есік, сыртқы сыбау жұмыслары алып барылды. Ондан басқа да көптеген жұмысларды әмелге асырып жатырмыз. Мәселен, Өзбекстан төрешілер сода ассоциациясы бар. Сонан коррупцияға қарсы күресу бойынша грант жойбары бар. Сол грант жойбарда майыплы онсақшыларға коррупцияға тәсірі бойынша семинар тренингілер болып жатыр. Біздер сол семинар тренингілерге тренер сипатында қатынасып, сол майыплы онсақшыларды коррупцияның тәсірі бойынша құқи жақтан сауатқанлығын асырып жатырмыз. Бұл жерде тек арна сол жаңа Парағат айтып өткенде сағынлы технологиялардан туры пайдаланылу. Сол сағынлы технологияларды Майгоп сайтынан қандай майыплы онсақшыларға имканиятлар жаратылып жатыр, сол имканияттың қандай пайдалану бойынша біз өз түсініктерімізді беріп жатырмыз. Жақсы. Бүгін инсан қадірі барлық нәрседен үстін саралған елімізде бүгін жастарға да имканиятлар, шариатлар көплеп жаратылған, әйне президентіміздің Қарақалпақстанлы жастар үшін жаратылған имканиятларынан пайдаланып отырған жастарымыз да арамызда көпшілікті құрайды. Солардың бірі Қарақалпақстан медицина институтына өзінің сүйген кәсібінің студенті болуға бақытына еріскен, сондай-ақ сол квота тикарында сол институттың студенті болып, бүгінгі күнде жақсы жетістіктерге қарай адым атып жатырған студент қыз хақында сюжетіміз бар. Сәубетімізді онан сол сюжетті көріп болып давам етсек. Мархамат. Спорт физикалық күш һәм шеберлікті ғана емес, ал инсанның мехірі, сабыр тақатының қай дәрежеде екенлігін көрсетеді. Әсіресе паралимпиада спорт түрлерімен шұғылданушылар өзлерінің беккем ерік-ықрары менен өмірдегі тосқыларды жеңіп өтуді үйренеді. Біз әр сапары парад спортшылардың жетіскендіктері мысалында сюжетлер таярлар екенбіз, олардың рухи тәріптен күшлі екенлігін көріп, қайыл қалғанлығымызды жасырмаймыз. Оларды әр тәріплеме қолап қуатлап, жарысларға жігерлендіріп, сүйеу бола алатығын тренерлер арамызда баршылық. Олардың бірі Құралбай Оразымбетов. Ол пауэрлифтинг спортына майыплығы болған бірнеше жастарды қызықтыра алған. Әлбетте, жарысларға таярлану үшін өз уақытында талап дәрежесінде күшлі таярлар алып барылуы зәрур. Спортшылардың жағдайын әр тәріплеме үйренген тренер бұның нәтижелі ұсылын ойлап, өз үйінің бір бөлмесінен жастар үшін шариат жаратып берді. Жас вақытынан баслап, ауыр атлетикамен шұғылданғанмын. Ауыр атлетикада да жақсы нәтижелерді уақытта көрсеткенбіз.
соның арқасынан спорт университетіне оқып алып, қазіргі уақытта міне шәкіртлерім таярлап жатырмын. Менің шәкіртлерімнің көпшілігі Өзбекстан мемлекеттік дене тәрбие һәм спорт университетінің Нукс филиалының студентлері. Құдай қаласа бұларда үмітлеріміз көп. Біздердің спортымыздың аты пара пауэрлифтинг деп айтылады. Берге қожелге кеп істеуімізге себебі балалардың әммесі қожелден болғанлық себеплі Нуксқа барып келуіміз аңсат емес, бір машинада сыймайды, 2 машинамен барып келу керек. Соның үшін қожелден тренировка қылдырмай мәжбүрмен. Қалай берсе, мына кеше міне жаһан чемпионаты болды, одан алдын жаһан кубогы болды. Şu жарыстарға шығу үшін балаларды жақсылап шынығу алып бару керек болды. Содан кейін үйіме әкеліп сөрді алып барып жатырмыз. Мен имканаты шектелген балалар, қызларды спортқа қызықтыру менің мақсатым. Har шұғылланып айтында оларға рухи тараптан дәлде беремін. Соның менен бірге шәкіртлерімнің физикалық шыдамлықларын арттырамын. Жаһан чемпионатында Тұрсынбай Искандер деген Нукстың баласы. Кейін Алтыйып Ияшин деген шәкіртіміз бар, о Қожелдің баласы. Асия һәм Океания ойындарында жарысында 3-ші орындаған. Кеше жақында июн айында болып өткен жаһан кубогы болды. Сонда 1-ші орындаған шәкіртіміз бар, Каримбаев Акмал деген баламыз. Одан кейін кешегі жаһан чемпионатында міне Тұрсынбаева Тұрсынай деген қызымыз, Балтабаева Азада деген қызларымыз жеңімпаз болды. Құдайға шүкір бәрі жақсы. Және алдымызда Асия ойындар тұрыпты, соған жақсылап таярлануымыз керек. Келешекте Қожелден балалардың санына қараймыз, қайерде көп бала шықса, сүйерден ашуға мәжбүрміз, себебі балалардың қатынауына, келуіне, кеп кетуіне аңсатлық болу үшін Қожелден имканаты шекленген балалар, қызлар үшін үлкелі барлық спорт үскенелерін қойып, зал ашуға Құдай қаласа ниетім бар. Біз тренердің өзіменен сәубетлесер екенбіз, жүрегіндегі мехір менен шәкіртлердің келешегіне деген үмітті сезіне алдық. Бірнеше шақырым жол басып спорт мәсканларына қатынау қай дәрежеде қиыншылық тудырғаны жастардың өзіне мәлім. Ал қазір болса, қолында бар имканиятлардан пайдаланып, спортшылар тұрақлы түрде жарысларға таярланып жатыр. Параспорт майыплығы болған бірнеше адамлардың жәмиетте белсенділігін арттыруға қызмет етпекте. Бұл спорт түрі 1984 жылдан басылап Паралимпиада ойындарының бағдарламасына кіргізіліп, қазіргі күнде 100-ден артық мемлекеттерде рауажланған. Осы мемлекеттер арасынан сыйлы орынларды алған жастарымыздың қуанышларына біз де шерік болдық. Мен бұл спортқа кіріп келгеніме 3 жыл болған. Тренерім Оразымбетов Қыралаға бұл спортқа ең башта Нукске қатынап тренировка қылатын едік. Қазіргі әвәтті тренерім өз үйінен біздердің шұғылануымыз үшін шарайт жаратып берді. Біздер әр күні яқшы шұғыланулар алып барамыз. Нәтижелеріміз Құдайға шүкір яқшы. Қақыра шағында жарышта 79 вәзінде шыққанман. 1-ші орынды алуға ерістім. Ең көп тренерімнің минәті деп ойлаймын берді. Бұл спорт арқалы көп нәтижелерге еріштім. 1 жылдан бері шұғыланамын. Алдыңғы уақытлары Нукста қатылап шұғыланатқан едік. Бұл біздерге қиыншылық туғызатын еді. Тренерім біздерге шұғыланыш үшін шарайт яратып берді. Жақында Мысырда болып өтті мұсабақа. Бұл мұсабақада мен 3-ші орынды алдым. Келешегімізде мақсатымыз еліміздің байрағını көклерге көтеріш. Біз сөз еткен тренер спортпенен теңдей адамгершілік фазилетлерді де жастардың санасына сіңдіруге әрекет етіп жатыр. Демек, оның ібратлы істері тек қана жастарға емес, бүткіл жәмиетіміз ұшында үлгі бола алады. Бұндай инсанлар арамызда бар екен, дүнияда жақсылық ұмытылмайды. Инсан қадірі хәмеше жоғары бағаланады. Жақсылық істеу, жақсы әмелдерді орынлау әзелден халқымызға тән болған фазилет есептелінеді. Арамызда сондай инсанлар бар, өзгелерге жәрдеміне мұқтаж инсанларға жәрдем қолын созып қана қоймастан, оларды спортпенен де шұғылануға бағдарлап, оларға түрткі беріп отырған, оларға хәттегі қолдап, қуатлап отырған инсанлар да көплеп табылады арамызда.
паралимпиадашылар үшін өзінің үйінен бөлме ажыратып, олардың спортта өзін көрсетуіне үлес қосып отырған замаласымыз хақында сюжетімізге нәубетті береміз. Мархамат. Инсан рухи тарептен қаншелі тетік болса, өмір жолында ұшырасатығын тосқынлықларды жеңіп өтуге өзінде күш таба алады. Балалығынан санасына сіңген ата-анасының ақыл насихат сөзлері сюжетіміз қаһарманының арзуларына қарай нық қадам таслауына күш беріп тұрды. Жаратылыстың сынақлары алдында жүрегі қаншелі тілкімленсе де, ол еш уақытта налымады. Ақыл парасаты, білімі, сабыры менен теңдеслеріне барқұлла өрнек болып келді. Халық саламатлығын қорғайман, шпакер боламан деп серт етті. Ниетлері қалыс екен, мемлекетіміз жаратып берген имканиятлар оның мақсатларына жол көрсетті. Ол бүгінгі күнде Қарақалпақстан медицина институтының емлеу ісі бағдары бойынша тәлім алмақта. Хүрметлі президентіміздің біз жастарға айрықша ғамқорлығы, ітібары осы елдің бақытлы жастарының бірі спатында мені де толқынландырады. Ел жұрттың сенімін ақлап, мен де таңлаған кәсібімнің маманы болып, қалқыма пүдайлық пенен қызмет етпекшімін дейді Паршагүл Ұзақбаева өз сөзінде. Мен балалығымнан медицина тарауына қызыққанмын. Себебі балалығымнан бір қолымда нұқсан болып туылғанмын. Бірақ бұл менің кәсіп таңлауыма кесен етпейді. Себебі мемлекетімізде һәмме адам тең құқыққа ие. Біздер үшін президентіміз шариат жаратып беріп қойды. Осы шариатлардан пайдаланып, мен бүгінгі күнде тәжірибелі мұғалімдерден білім сырларын үйреніп отырмын. Олардың әрбір сабағынан ешқандай қалдырмай, тәжірибелерінен өзіме көп үлгі алып отырмын. Келешекте мен өзім туылған Шоманай районына барып, шпакер болуды алдыма мақсат еттім. Себебі медицина қаншелі рауажланса, халықтың саламатлығына үлкен үлес қосады. Мен бұл мақсатқа ерісу үшін оқудан, ізденуден ешқандай тоқтамаймын. Медицина тарауы соңғы уақытлары тез пәтлерменен рауажланып атыр. Маман кадрларға талап барған сайын артпақта. Заман талапларына сай білім беру, оқу дәргайының текарғы уазипасы саналады. Бүгінгі күнде Қарақалпақстан медицина институтында 3000-ға жуық жастар тәжірибелі профессор һәм оқытушылардан тәлім алмақта. Сюжетіміз қаһарманының білім алуға құштарлығы, оның әмели көнлікпелерінің артуына да түрткі болмақта. Қарақалпақстан медицина институтында 2000-ға шамалас қызлар оқиды. Соның ішінен айрықша өзінің біліміменен, өзінің ұқыптылығыменен, мына шет тілдеріне қызығу, дүгеректерге қызыққан қызларымыз жүда көп. Солардың ішінен мінекей айрықша қызығатығын, ұқыптылығы, шаққалығы мен көзге түсіп атқан қызларымыздың бірі бұл Ұзақбаева Нышангүл. Өзінің білімі менен, айрықша ұқыптылығы менен, айрықша көзге түсіп жатырған талабаларымыздың бірі болып есептелінеді. Бос уақытларын мазмұлы өткеру мақсатында біздерде аял қызлар кеңесі тарапынан дүгереклер шөкілместірілген су дүгереклерге ағза Шоманай районынан келіп оқып жатырды. Қазіргі уақытта сол жарада тұрады. Біздер сол өзіміздің берілген реже бойынша жараларды көру, сол тексеру уақытында бұл қызымыздың жүда азада екенлігін көріп хайран қаламын. Басқа қызларға салыстырғанда да өзінің азадалығы менен қашан көрсең сол сабақталып отырғаны, асханаларын көрсек те жүда азада тұрады, таза тұрады. Бұл қызымыз басқа қызларға үлгілі қыз деп ойлаймын. Келешекте сенемен бұл қызымыз өзінің кәсібінің маманы болып жетілседі. Білім алуменен бірге ол спортпенен де жолдас тұтынған. Әсіресе таэквондо шынығулары оның өзіне деген сенімін арттыруда орны кіреулі болмақта. Бұл спорт түрі батыллық һәм шыдамлықты рауажландыруда 70% нәтижелі екенлігі іліми тәжірибелерде анықланған. Сондықтан да ол ұстазларының мәслихатіне әмел етіп тұрақлы түрде бұл спортпенен шұғылануды үрдіс етті. Бірнеше мәртебе спорт жарысларына қатынасып,
жақсы нәтижелерді қолға кіргізді. Шәкіртімнің еріскен табыслары ұстаз сыпатында мені де айрықша қуанышқа бөлейді дейді тренері бізбенен болған сөйбетінде. Пара таеквондо спорт түріне де өзінің қызығушылығын білдіріп, келіп шұғыланып басылады. Бұл өзінің харекетшеңлігіменен, қызығушылығыменен спортта да бір қанша жетістіктерге ерісіп келмекте. 2024 жылы октябрь айларында болып өткен Қарақалпақстан Республикасы чемпионатында 65 кг салмақ бойынша 3-ші орынды, Өзбекстан Республикасы чемпионатында 2024 жылы декабрь айында болған жарыста 3-ші орынды, hamde Бекмінжон халықаралық турнири 2025 жылы май айында болып өткен жарыста 57 кг салмақта сыйлы 2-ші орынды иелеп келмекте. Бұл қызымыз имканияты шекленген болуына қарамастан өзінің har тәріплеме шаққалығы, қызығушылығы менен, hamde оқуға да, спортқа да қызығып үлгеріп келгенлігі менен теңдестерінен өрнек болатындай қызымыз. Алдағы қойған мақсатларына ерісуінде тоқтамай харекет етіп, бұнан да жақсы нәтижелерді күтіп қаламыз. Имканияты шекленген дегені еш нәрсеге жарамсыз дегені емес, басылысы алдағы қойған мақсатына қарап ұмтылып харекет етуі керек. Имканияты шекленген балалар өздерінің ішкі дүниясы рухи тарапынан күшлі болғандықтан ол har тәріплеме жетістіктерге ерісе алады. Жаратылысының сынақларынан имканият ізлеп, әдеуір тапланған жас қыздың ұмтылыслары har қандай инсанның жүрегіне қозғау салады. Демек біз қай жаста болмайық, оның сабыр төзімлілігінен, батыллығынан өзіміз үшін үлгі аламыз. Барына қанаат етіп, шүкіршілікпенен жасау керектігін аңлаймыз. Рухи күшімізбенен өмір жолымызға нұр таратамыз. Sazgamaysan, dertlerimde kozgagaysan, güngürlenip ne жылайsan, tilin bolsa söyle tutar. Gümbürlegen sazgamaysan, dertlerimde kozgagaysan, güngürlenip ne жылайsan, tilin bolsa söyle tutar. Şair iyim bulgan, kulağına bülbül kongan, talay toylarda atkargan, dankın bel elge tutar. Ollu şair iyim bulgan, kulağına bülbül kongan, talay toylarda atkargan, dankın bel elge tutar. Söyle tutar, söyle tutar, dankın bayana
Рахмет, сау болың. Бір-бірінен ажайып қосылар үшін үлкен рахмет айтамыз сіздерге. Демек, сәубетіміз және де давам еттірсек, енді жәмиетімізде сондай майыплығы болған инсанлардың реабилитация орайларына жоллама алу үшін істеніп отырған жұмыстар, ол қай тәртіпте алады жолламаны? Бұл бағдарда аз ғана сәубеттессек. Ақиқатында негізгі мақсатымыз майыплығы болған бұқаралардың организміндегі жоғалған болмаса сол қайта тіктілеуге бағдарланған функцияларын қайта тіктілеу болып есептелінеді. Оларды жәмиетке интеграция қылу, олардың тұрмыста, жәмиетте, мәдениетте, спортта, қалай болса саясатта өз орындарын мүнәсіп иелеуге бағдарланған сол организм функциясын тіктілеу мәселесінде біздерде Нүкіс районында Ақмаңғытта жайласқан реабилитация орайымыз бар, 100 койкеге бағдарланған, мөлшерленген. Осы медициналық эксперт комиссияларында осы майыплық топарын жеңілдестіруге, ямаса организм функциясының бұзылуын тіктілеуге реабилитация потенциалы жоғары болған, майыплығы болған шақсылар танылып алынады, ажыратылып. Һәм оларды нәубет асасында сол марказ орай тарапынан бізге берілген ордер асасында жолламаларды толтырып, оларға беріп барамыз. Айма-ай әр 15 күннен ордер бізге ажыратып беріледі, сол тиканында ордерлерді асасында сол марказға жібереміз. Ол жерде көплеп имканиятлар жаратылған, жақында сол 50 койкылық таза блок ашылды. Заманауи қайта тіктілеу, физиотерапия, лечебный физкультура, сол разработка дейміз, біздер сол буынларда қатып қалған бөлімдерін қайта тіктілеу, сол мәселелер бойынша комплекс қайта тіктілеу дәстүрлері әмелге асырылады. Бұл бойынша да өзі норматив құқығы жүзетілері бар, 245 санлы бұйрық. Ол жерге әме бұқараларым алына бермейді, мәселен көрсетпелер бар, әм қарсы көрсетпелер бар. Соларға қарап тұрып, сол эксперт комиссиясындағы шпакерлер сол жоллармаларды рәсмелесіп береді. Жеді жақсы. Сонда Жабараға сізге де сұрауымыз бар еді. Бұл инсанларға қарата ұлы философлардың бір айтқан еді, ерік ықрардың ең ұлы көрінісі, ең таза көрінісі деп айтқан еді. Хақиқатында да бұл инсанлар бір нәрсені үйренемен десе, құнтпенен тез арада барлық диққатын соған қарат үйреніп алады. Имканияты шекленген шақсыларды кәсіпке бағдарлау бойынша қандай жұмыслар әмелге асырылмақта? Қазіргі уақытта хабарымыз бар, мына Қорат районы, Шымбай районы, Нүкіс қаласында моноорайлары жүйкемелестірілген. Сол моноорайларда да майыплы болған шақсыларды кәсіпке даярлау бойынша бірқатар курслары бар. Сол курсларда майыплы болған шақсылар әзіргі уақытта оқып кәсіпке даярланып жатыр. Сондай олардың келіп кетуі үшін мемлекет тарапынан стипендия төленіп отырыпты. Һәм сол тикарында олар өздерінің кәсіпке даярланып, өз жұмысларын әзіргі уақытта әмелге асырып жатыр. Соның менен біргелікте майыплар ассоциациясы бұл бойынша да бірқатар жұмысларды әмелге асырдық. Әлимас жанындағы фонд тарапынан грант жобаларын жеңімпаз болдық. Сол жобалар тикарында Қорат районында, Қожелі районы, Тақеташ, Нүкіс қаласында майыплы болған шақсылары кәсіпке даярлау бойынша оқыттық. Һәм сол оқып білім алған майыплы болған шақсыларға аспап үскене алуға мемлекеттік субсидия есебінен алуына әмели жәрдем бердік. Соның менен біргелікте бәлдік министрлігі тарапынан сессияны бұйыртма жеңімпазы болғанбыз. Сол сессияны бұйыртма тикарында сол майыплы болған шақсыларды эксперименттікке даярлау бойынша да курслар жүйкемелестірілді. Сол курсларда майыплы болған шақсылар эксперименттік бойынша өз білімлерін асырды. Асырған білімлері тикарында сол айрым майыплы болған шақсылар өз эксперименттік жұмысларын баслады. Енді осы мемлекеттік шөлкелмер менен біргелікте социалдық шеріліктер ауызландыру бағдарында қандай іс-лажыларға, нелерге көбірек диққат қаратылады, этибар қаратылады? Енді майыплар ассоциациясында бұл бойынша бірқатар жұмысларды әмелге асырып жатырмыз. Сол мемлекеттік ұйымдармен шерікті түзу мақсатында меморандумдар түзіліп жатыр. Тикарғы мақсат сол майыплы болған шақсыларды қолдап қуатлау, олардың құқықтарын қорғау тикарында. Әзіргі уақытта мына социалдық қорғау милли агенттігіменен
меморандум түзілген. Сол меморандум теканда сол майыплау сақшылардың жаңағы жәмиетке араласуына, һәм олардың білім алуы, сонымен біргелікте реабилитация қылу бойынша бірқатар жұмыстарды керекті әмелге асырып жатырмыз. Сондай-ақ айрықша жағдай басқармасы бар, Қарақастан Республикасы, ол бойынша да біздер меморандум текарында жұмыс алып барып жатырмыз. Майыплау болған шақшыларды қауіпсіз эвакуация ету бойынша оқу семинарлары көркемдестірілді. Онда сол майыплау болған шақшылар сол айрықша жағдайлар жүзеге келген уақытта өзін қауіпсіз құтқару бойынша білім көлікпелерін алды. Рахмет. Мемалар, осындай уақытыңызды бөліп біздің студиямызда ажайып мағлұматларыңызбенен, жақсы сондай кеуіл кешірмелеріңізбен бөліскеніңіз үшін ризашылық білдіреміз. Және сондай-ақ бүгінгі байрам мен құттықтау сөздеріңіз болса, мархамат айтсаңыз. Қысқаша құттықтап қойсаңыз болады халқымызды. Бүгін жоғарыда айтылды, 3 декабрь халықаралық майыплар күні. Бұл күні демек бүгін сол социалдық қорғау мөлиет агенттігі Қарақастан басқармасы тарапынан бүгін сол Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театрында осы сәне мөнәсәбетіменен майыплау болған шахстар тарапынан істеп шығарылған өнімдер көргізбесі, сауда ярмаркасы, сондай-ақ майыплау болған шахстар балалар қатынасуында концерт бағдарламасы белгілеу бүгін болып өтеді. Әмде бұл іләжлар, сонымен жоғарыда айтқан сол барлық мекеме карханалармен біргелікте әмелге асырылады. Демек, мұрат етуге? Әмде сол егерде сауда көргізбесінде, сауда ярмаркасында қалушы қаралымыз болатын болса, барып қатынасуына болады, сағат 10-да басталуы белгіленген. Рахмет, мазмұнды сәубет үшін рахмет дейміз. Сіздерге жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Сазенділерімізге, қош ауас қосушымызға да, халқымызға өздеріңіздің ажайып жақсы қосқыларыңызды нәм еткеніңіз үшін сіздерге миннетташылығымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызда сіздерге де үлкен табыстар тілеп қаламыз. Әзелер соңында көрсетуімізге ажыратылған уақытта өзінің жұмағына жетіп бармақты. Сұлулықты көрен мұдам көзлері, сәубетлессең жанға жағар сөзлері, әндишелі һәм басқаша өзлері, сезімталы, қалбі көззал инсанлар. Жұлдызлардай көрік берген ақшамы, жоқ думаны, ашық кеуіл аспаны, мәргиясы тартып тұрар басқаны, сүйкімлі дым, қалбі көззал инсанлар. Хақиқатында да өмір қалбі көззал инсанлар менен еледе көззал, еледе ажайып. Тілегіміз хәмеше қалбі көззал жақсылар, жақсы инсанлар сізге жолдас болсын. Келесі көрсетулерімізде және дидарласқанша сау саламат болың. Аман болың.